демалыс күні құр жібермейін деп банк жауып тастайын дедім. Кеше таңғы базарға барып оптым бәрін алып келіп алғам ғой. Сонымен қайсынан бастарымды білмей бірінші салат істеп тастайын деп. Болгар бұрышын, қияр, қырық жапырақ бәрін төрт-бұрыш тығып турап алдым. Ал помидорларды осындай измельчителден өткіздім. Осыны істеп әбіржіп атсам қонақ кеп қалды. Ет салып, осылай дайын қамырды ала салдым да ет салып бердім. Олар тамақты ішіп болғаннан кейін кетті. Сосын ыдыстарын жуып қайттан салатымды жасауға кірістім. Бірінші пиязды қуырып алдым майға, содан кейін помидорды салып, үстінен болгар бұрышын салдым. Дала уже қараңғы болып бара жатыр. Күйеуіме рахмет, отындарымды дайындап, салаттарын бәрін сол тура суға көмектесті. Қараңғыда қорықпайсың ба деп қасымда күтіп тұр ғой еще. Олар бір қайнағаннан кейін осындай капустаны салдым. Бұны да бір қайнатып алып, одан кейін қиярларды салдым. Чеснок, сосын бір пиала құмшекер, тұз салып қайнатып осылай жаптым. 11 банка шықты. Мен 5-6 шығама деп едім. Қазанды жуып тазалап, үйге келіп малинам күтіп тұр. Малинаны да қайнатып жаба салайын дедім. Бұны осындай кішкентай банкілерге қолмен бұрап крышкаларға жауып тастадым. Бәріне бірдей түгел жетті. Тек бір банкіге жетпей қалды. 1 литр банкі шықты. Оны кәдімгі закрывашкамен жаптым. Енді құлпынайым бар. Бұны қайнатуға енді шамы жоқ. Сағат 12-ден асып барады. Бұны измельчительмен майдаладым да құмшекер екеуін сонымен баклажкілерге салып, морозильникке салып тастадым.